Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Фариза болады. Бүгін мен сіздермен осындай үлпілдеген, дәмді, жұмсақ, әдемі булочкалардың рецептісімен бөлісетін боламын. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен міне апарамызды жасап аламыз. Оған сүтіміздің жартысын аламыз. Өте жылы болу керек сүт. Оның үстіне қантымыздың жартысын саламыз. Не кететіні, қанша грамм кететіні описаниеда бәрі граммен жазылып тұр, сол жерге қарап алсаңыздар болады. Және міне жылы сүттегі қантты жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Оның үстіне дрожжымызды саламыз. Дрожжды салып, үстіне кішкене ұн қосамыз да, жақсылап араластырып, жылы жерге бір 10 минуттай қойып қоямыз. Бетін жауып, жақсылап. Апарамыз жақсылап көтерілу керек. Мінекей осылай жақсылап көтерілді апарамыз. Өздеріңіз көріп отырғандай қою, бір сондай әдемі болып тұр. Оның үстіне жаңағы қантымыздың жартысын саламыз. 2 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыз жылы болу керек, бөлме температурасында болу керек. Өйткені сүтімізді суытып жібермеу үшін, көтерілмей қалмау үшін. Сары майымызды аламыз. Сары майымызды ертіп алған дұрыс. Мен микроволновкада ертіп алдым. Ыстық болмау керек, бірақ. Сосын жаңа қалған сүтімізді құямыз, жылы сүтімізді. Сүттен кейін кішкене бір шымшым тұз саламыз. Өздеріңіз дәміне қарай. Енді жақсылап араластырып, ұнымызбен өте қатты емес, тығыз емес, өте жұмсақ емес, форманы ұстайтындай тестамызды, қамырымызды илейміз. Ұндар әртүрлі болғандықтан, мысалға бір ұндар су көтереді, бір ұн су көтермейді дегендей. Дәл грамын айту қиын. Мен шамамен 400-450 грамдай ұн салдым. Тағы бір айта кететін нәрсе, ұнды міндетті түрде иліктен өткізіп алыңыздар алдын ала. Сонда булочкаларыңыз әдемі, воздушный болып шығады. Не осылай ыдыстың түбіне кішкене май құйып алып, жақсылап иі қанғанша илеп аламыз да. Бетін жақсылап жауып, жылы жерге 30-40 минутқа көтерілуге қоямыз. Не менің қамырым әдемі болып көтерілді. Уақыттарыңыз болса, осы қамырды бір рет қайтадан илеп, қайтадан бір 15-20 минутқа көтеруге қойғандарыңыз дұрыс. Менде уақыт аз болғандықтан, мен сразу жасап жатырмын. Негізі бір рет қайтарып тастап, қайтадан көтерілгенін күткен дұрыс болады. Одан кейін, міне көргендеріңіздей, қолдың көмегімен осылай кішкентай бөлшектерге бөліп аламын. Салмасына сіздер өздеріңіз білесіздер, не салсаңыздар да. Вареная сгущенка салсаңыздар да болады. Жай ғана макпен жасасаңыздар болады. Мен творогпен жасадым, үйде творог бар екен. Творогқа кішкене қаймақ салып, кішкене қант, ванилин қосып, осылай араластырып дайындап алдым. Одан кейін міне кішкене жайып, үстіне ертілген сары май жағамын. Ертілген сары майымызды өсіп жағып аламыз да. Мен московский плюшка жасайын деп отырмын. Қант себеміз майдың үстіне. Одан кейін осылай трубочка сияқты орап аламыз да. Екіге бүктеп, пышақпен ортасынан көлденеңінен кесіп аламыз. Видеода көрсетілгендей. Сол кезде плюшка. Жүрекше шығады. Московская плюшка деп атайды ғой. Неке? Өте тәтті, әдемі болып шығады піскен кезде.
Ал творогпен екінші түріне осындай рогалики жасайтын боламын. Тоже сопақ шағып, ұзындау қылып жайып аламыз. Шеттерін жұқалау қылуға тырысыңыздар. Творогымызды шетіне саламыз. Одан кейін жанын жақсылап тұрып, жабыстырып бекітеміз, творог сыртқа шығып кетпеу үшін. Одан кейін көріп отырғандарыңыздай осы жерге осылай кесіп аламыз да, ораған кезде әдемі рогаликтер шығатын болады. Піскенде өте әдемі көрінеді. Творог та сыртқа шығып кетпейді. Үшінші түрі, мен міне плюшкаға мак қосып жасап жатырмын. Негізінде булочкаға макты жақсылап ароматы бәрі дәмі шығу үшін сүтке немесе суға бір қайнатып алған дұрыс. Мен жай ғана себе салдым. Сармайымызды жақтым. Енді көп макпен, именно макпен булочка жасаған кезде жаңағындай макты қайнатып алған дұрыс. Ал мына жерде осылай қатпай жай ғана себе салдым. Одан кейін жаңағындай трубочка қылып айналдырып, көлденеңінен екіге бүктеп кесеміз. Тура жаңағы плюшка сияқты. Бұл да міне өзінше бір әдемі болып шықты. Піскен кезде де бір аппетитті ашатындай әдемі. Одан кейін бетін жауып, жылы жерге көтерілуге қоямыз. Бір 10 минуттай. Одан кейін жақсылап бетін жұмыртқа жағып, жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып араластырып аламыз да, бетін осылай майлаймыз. Пештеріңізді алдын ала 180 градусқа қысырып қойыңыздар. Одан кейін өстіп майлағаннан кейін пешке саламыз. Шамамен 12-15 минутта қызарып, әдем болып пісіп шығу керек. Осы видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Егер видео ұнап жатса, сіздерге осы рецепттің бір пайдасы тиіп жатса, менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Фариза. Ас болсын.